Қазан 1999 жыл. Ел тарихындағы бұрын соңды болмаған оқиға. Ұйымдасқан қылмыстық топ мүшелері қауіпсіздік күштеріне шарт қойды. Егер олардың басшысы босатылмаса, олар Татарстан Республикасының президенті Ментимир Шаймиевті өлтіреді. Мұндай батылдық жасауға сол кездегі бір ғана ұйымдасқан қылмыстық топ Хади Такташтың батылы баруы мүмкін еді. Хади Такташ, весь город наш, осы сөйлем топтың ұранына айналды. Бұл топ татар ақыны Хади Такташтың құрметіне аталған болатын. Хади Такташ немесе Хадишевский тобы 80-ші жылдардың басында Хади Такташ пен Жданов қазіргі Назарбаев көшелерінің қиылысында құрылған. 80-ші жылдары бұл топ көрші топтар жасаған әрекеттерді жасады. Гоп-стоп, ұсақ тонау, қабырғаға қабырға төбелес. 90-ші жылдардың басында перестройка кезінде Хади Такташ тобы кеңейіп, рэкет және бопсалаумен белсенді түрде айналысты. 1992 жылға қарай оның ішінде бөліну пайда болды. Рафа лақабатты Рауф Шарафуддинов бастаған бұрынғы авторитеттер өзгерістерді қаламай, ұрылардың заңымен өмір сүре берді. Анвар лақабаты бар Асқар Халиуллиннің жетекшілігіндегі жастар рэкеттен бөлек жеке кәсіп ашу керек деп есептеді. Рауфтың пікірімен санаспай, Анвар өз бригадасын жергілікті органикалық синтез зауытына кіргізіп, Хадишевскийдің жастармағы пластикалық таспаны сатуға кірісті. Оргсинтезді күшті ұйымдасқан қылмыстық топ Жилка басқарды. Стрелкада оқ ұшпау үшін Анвар Хади Такташ адамдарының бүкіл құрамын апаруға мәжбүр болды. Оның ішінде Рауф бригадасы да бар болған. Рафа өз үлесін талап етті. Анвар бөлісуден бас тартып, соғыс басталды. 92 жылы Анвар өз кеңсесінің ауласында өлтірілді. Жауап көп күттірмеді. 93 жылы қаңтарда Мәскеуде старшактардың көсемі Рафа өлтірілді. Топ 5 бригадаға бөлінді. Бабайчик бригадасы, Қаз лақабаты бар Николай Гусевтің бригадасы, Маришиннің бригадасы, ол өлтірілген Рауфтың бригадасын басқарды. Пичуга лақабаты бар Пичушкиннің бригадасы және топ құрушыларының бірі Дидия лақабаты бар Диденкінің бригадасы. Топтың жас мүшелері кіретін Қаз бригадасы мен топтың жасы үлкен және беделді мүшелері жиналған Дидия бригадасы арасында басшылық үшін күрес басталды. Сондай-ақ Дидия Қаздың әйелімен жасырын түрде кездесетін болған. Қаз оны біліп жүрген және кек алу үшін старшактарды жою операциясын бұрыннан жоспарлаған. Қаз оның оң қолы 23 жастағы Раджа лақабатты Радик Галиахберовке бұл істі тапсырып, гонорар ретінде 2 девятка көлігі және 200 миллион рубль уәде етті. Раджа жоспар құрды. Қаз бригадасының мүшесі Сита лақабатты Ситнов Қаз оның ақшасын бермей жатыр деп өтіріктен Дидия тобына ауысты. Олар оған сенді. Содан кейін Ситнов Диденко мен оның 2 жауынгерін Мәскеуге шақыртып алды. Жалдамалы пәтерде оларды Гали Акбаровтың жауынгерлері өлтіріп тастады. Мәйіттер кәрізге лақтырылып, үстеріне қышқыл су құйылған. Көп ұзамай Николай Гусев общактың бір бөлігін алып Испанияға кетті. Ал Гали Акберов бригада мен бүкіл жас қанаттың жетекшісі болды. 94 жылы Раджа Хади Такташтағына үміткер Александр Маршининді топтың басқа мүшесі Урымтік лақабатты Евгений Егоровқа қарсы қойып жойды. 95 жылы Хадишевскийдің тағы бір көшбасшысы Пичуга лақабатты Александр Пичушкин жойылды. Кісі өлтірушілер Пичушкин бригадасының 2 мүшесі Обезьяна лақабатты Айдар Литфулин және Маймыл атты Ильсур Аглеев болып шықты. Біраз уақыттан кейін топта үлкен салмаққа ие болған Қарға лақабатты Дмитрий Воронцов жойылды. Раджа қанағаттанып өзінің қылмыстық империясын құруға кірісті. Гали Акбаров әрқашан пайда мен зиянды ескеретін тамаша тактик және стратег болды. Мысалы, Раджа Хадишевскийлерді оргсинтез зауытынан қуып шыққан Жилка тобына тимеген. Гали Акбаров бала кезінен таныс топ мүшелерін ғана өзінің жақын ортасына кіргізді. Бұлар Зайнуддинов Бульба, Ситнов Сита, Гребенников Промакашка және Сычев Сыч болды. Ол топты 3 бригадаға бөлді. Раджавскийлер топтың негізгі бригадасы, қаланың жерлеу қызметтер нарығын және бірнеше зиратты басқарған Кладбищенскийлер. Волочаевскийлер Волочаевская көшесі ауданында техникалық қызмет көрсету станциясында орналасқан бригада. 95 жылға қарай хадиштер қаладағы есірткі саудасын өз бақылауына алды. Сондай-ақ ұйымдасқан қылмыстық топтың негізгі қызметінің бірі жезекшелікпен айналысу болды. Бұрын зорлаған үшін сотталған Сычев Сыч жезекшелерді бақылады. Сонымен қатар хадиштер 40-тан астам қалалық фирмаларды, банктер мен мейрамханаларды бақылап отырды. 96 жылға қарай хадиштер Қазандағы ең бай топтардың біріне айналды. Сол кезде қаланың өзінде 120-дан астам топ болған. Гали Акберов $1 миллион дейін қолма-қол ақша жинап тұратын. Бірақ бұл Раджа үшін жеткіліксіз болды, және ол басқа топтармен кеңею үшін соғысқа ұмтылды.
Мысалы, Хадишевскийлер первые горки аймағын бақылаған перваки ұйымдасқан қылмыстық тобына көптен бері тіс қайрап жүрген. Соғыс жариялаудың ресми себебі первак Гриня лақабатты Александр Гринковтың әрекеті болды. Бандит Хадишевский есірткі пункттерінің біріне келіп 200 грамм кокаин алып кеткен. Оған төлемей кейін деп абайламай айтып кеткен. 97 жылы Сито, Сыч және Промокашка пәтерлердің бірінде Гриня және тағы 3 перваковскийді атып тастады. Бұндағы Гриня Сито лақабатты Сетновты өзінің ең жақын досы деп санады және оны өзі мерекеге шақырды. Первактардың бірі Рубль лақабатты Равель Мубараков жарланған күйінде қашып құтылып, топ басшылары Федя лақабатты Фердинанд Юсупов пен Бибик лақабатты Альберт Бодровқа болған жағдайда айтып берді. Бибик кек алуға шешім қабылдады, бірақ Федя бұл арандатушылық екенін айтып, Хадишевскийге жауап бермеуге шақырды. Бибик келіспей өз бригадасының көмегімен әрекет етуді ұйғарды. Галиахперов Ринат Фахруддинов басқаратын өзінің өлтірушілер бригадасын құрды. Ол перваковскийлерді жүйелі түрде атуды бастаған. Әрбір өлтірілген адам үшін Раджа $5000 сыйақы тағайындады. Бұл тіпті ең кішкентай мектеп оқушылары жиындарында да айтылды. Топтың барлық мүшелерінің мекен-жайлары мен көлік нөмірлері көрсетілген, жау тізімдері таратылды. Жеңіліп бара жатқанын түсінген Бибик Мәскеуге қарай із-түзсіз жоғалып кетті. Соғыс нәтижесінде Хадишевтер перваки тобының 9 мүшесін өлтірді. Ал первактар болса тек бір Хадишевскийді өлтірді. Оның өзі первые гонки аймағында тұрғандығынан. Осы кезде соғыс аяқталып, Раджаның беделі аспанға көтерілді. Бірақ бұл оған жеткіліксіз болды. Ол жақын көршілері Павлюхинскийлерге тиісуге көшті. Оған Павлюхинскийлердің Хадишевский аумағында жастарды белсенді түрде тартуы және сол жерде есірткі саудалау орындарын ұйымдастыру себеп болды. Винтик Марушка лақабаты бар Павлюхинскийлердің көшбасшысы Владимир Марушкинді жою туралы бұйрық алды. 99 жылы Винтик лақабатты бригаданың өлтірушісі Анатолий Новицкий үйсіз адамның киімін киіп, Марушкинді подъезінде ұзақ күтті. Ол пайда болған кезде тапаншамен оқ атқан. Бірақ өкінішке орай Новицкийдің қасында Павлюхин жастары көп болды. Олар Новицкийді кіреберісте тепкілеп өлтіре жаздады. Ол полицейлердің келуімен аман қалды. Полиция жедел қызметкерлері өлтірушіні тез сөйлетіп, ол куәлік бере бастады. Галиахперовті дереу қамауға алу туралы шешім қабылданды. Көп ұзамай Раджа бригадасының 13 адам бүкіл басшылығы қамауда болды. Сыбыстарға сәйкес беделді кәсіпкерлер жоғары лауазымды қызметкерлерге үнемі хабарласып, Хадишевскийге тағылған айыпты алып тастау үшін елеулі демеушілік ұсынатын. Сондай-ақ бейресми ақпарат бойынша күш құрылымдарын Радик Галиахперов босатылмаса Татарстан президентін өлтіреміз деп қорқытқан. Бірақ Раджа бригадасының еш қайсысы босатылмады. 2002 жылы Татарстанның жоғарғы соты 33 жастағы Раджа Галиахперов пен Винтик Фахруддинов өмір бойына, ал Промокашка Гребенников пен Сычевті 24 жылға бас бостандығынан айырды. Бульба Зайнудинов пен Сетнев Сита 22 жылға дейін бас бостандығынан айырылды. Қалғандары 6 жылдан 20 жылға дейін бас бостандығынан айырылды. Галиахперов пен Фахруддинов Орынбор облысының Соль-Илецк қаласындағы Қара Дельфин колониясындағы бір камерада жазасын өтеуге жіберілді. Қазір Винтик пен Раджа екеуі де 53 жаста.